Ассалаумағалейкум достар, қайырлы кеш. Бүгінгі бейнероликте сіздерге интернеттен расымен де қалай ақша табуға болатынын көрсетемін. Сіздерге нақты, анық түрде айтып беремін, ештеңені жасырмай. Бұл доджи стейкинг деп аталады. Яғни сіз өзіңіздің қалтаңызда ақшаны сала отырып табыс табатын боласыздар, күнделікті дивиденд аласыздар. Бірақ та айта кетейін, бұл жақта риск бар. Яғни сіз басқа, мысалы, Каспида тоже депозит жасауға болады, бірақ ол жақта айлық төлем болады, ал бұл жақта төлем күнделікті болады. Сізге бірақ та риск, мына жақта жазып қойыпты, высокая доходность, ол рас, 15% беріледі. Сіз күнделікті, мысалы, $100 құйсаңыздар, $15 сізге күнделікті төленіп отырады. Бірақ низкий вход, нулевой риск деп жазылып қойған. Нулевой риск деген бұл өтірік жазылған, өйткені бұл жақта риск наоборот высокий, өйткені кез келген уақытта бұл сайт жабылып қалуы мүмкін. Бірақ сіз бірінші сайт ашылған кезде, мысалы, бүгін ғана ашылды десек, бірінші болып кірсеңіздер табыс табатын боласыздар. Мысалы, $100 қойсаңыздар, хоть үстіне $20-50 табыс табуы мүмкін. Бірақ та риск всегда бар бұл жерде. Енді достар, бұны айта бергеннен білесіздер, бұны әр видеомда сіздерге айтамын, что хайп жобада риск болады деп, сондықтан оны уже сіздер түсінесіздер деген ойдамын. Бірінші бізге регистрация өту керек. Ол үшін мына жақтан начать деген түймені басып, іске кірісейік. Зарегистрироваться деген түймені басып, өзіңіздің электронный почтаны жазасыз, пароль ойлап табасыз, оны қайталайсыздар. Пароль безопасности деген бар, яғни сіз ақшаны шығара келген кезде сол пароль безопасности енгізесіздер, оны да қайталайсыздар. Мен бұл жаққа регистрация сәтті өтіп қойдым, сондықтан қазір өзімнің почтамы арқылы кіретін боламын. Кіріп жатыр, бастапқыда бізді таныстырады осындай мағлұматпен, бірақ бізге керек емес. Бірден счетымызды қарайық достар, $18 қазір анда құйған болатмын. Қалай ақшаны құйдық десек, перезарядка деген түймені басасыздар. Мына жақта сет таңдайсыздар, Web20 USDT, осы адрес кошелекқа ақшаны жібересіздер. Жібергеннен кейін сіздің счетыңызға мысалы $18 келіп түсті ғой. Енді бұл жаққа сізге активация жасау керек. Мысалы, мен $18 деп жазамын, 35 күн деп таңдаймын. Бұл жаққа минимально 35 күн. Мысалы, 15% күнделікті менде $2.7. Ставка деген түймені басасыздар, сол арқылы сіздер бірінші активіңізді жасайсыздар. Именно активный контрактын қарасаңыздар, мына жақта 18 USDT, 35 күнге 15%-дық, и мына дата, төменгі дата көрсетіліп тұр. 05-27 датаға дейін менде, значит, бұл активный болып тұрады. Күнделікті мен пассивті табыс тауып отыратын боламын. Сіздер бұл жақта ақшаны күнделікті шешіп отыра аласыздар. Ол үшін отзывать деген түймені басамыз. Одан кейін Web20 USDT деген таңдаймыз. Мына жаққа өзіміздің адрес кошелегімізді қоямыз. Қазір все деп басайын, и пароль безопасности тоже өзі жат. Мені достар, өзім адрес кошелегімді қойдым, пароль безопасности жаздым, поддержать деген түймені басамын. Мына жақта қараңыздар, чтобы обеспечить стабильную работу платформы, снятие наличных денег может быть только раз 24 сағат. Яғни 24 сағат сайын сіз бір қарайтын шеше аласыздар. Минимальная сумма составляет USDT дейді. Енді нақты қанша екен жазылмаған, яғни любой суммада сіздер шеше аласыздар бұл жақта. Және де, если кредит на получение в течение поле 5 минут, вы получите 20% от суммы снятия. Яғни 5 минут аралықта келмесе, сіздерге плюс 20% тағы да бонус ретінде сізге түсетін болады. 5 минуттан асып кетсе, достар, сонда өзінің плюсы бар екен. Мына минимальный сумма болады $2.5. Мына қараңыздар, $2.7 сәтті келіп түсті. Яғни бұл жаққа минимальный выводқа күнделікті шешіп болсаңыз, $18 немесе бір $15 қойсаңыз жеткілікті екен, достар. Сұрақтарыңыз болса, достар, комментария қалдырып кетіңіздер. Келесі бейнероликте